Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге асқабақтың ішіне салып, духовкада дайындалатын тамақтың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі асқабақ, сонымен бірге көкөністер. Болгар бұрышы менде қатырылған түрі, мұздатқыштан алдым. Картоп аламыз, пияз, қызанақ аламыз. Сонымен бірге етіміз жұмсақ болып шығу үшін жас малдың етін аламыз. Асқабағымызды сонымен бірге ыдыс ретінде пайдаланамыз. Асқабақтың бетін пышақпен ойып алып, тазалап, ішін көкөністерімізді, етімізді осының ішіне салып, духовкада тамағымызды дайындаймыз. Асқабағымыздың төбесін, қақпағын пышақпен ойып алдық. Енді ішін тазалап, пышақтың көмегімен ішін оңғып кеңейтеміз. Кеңейтіп алғаннан кейін біркелкі болу үшін ішін тағы да қасықпен етін қырып аламыз. Сол кезде асқабағымыздың іші үлкейеді. Мінекей асқабағымызды осылай етіп дайындап аламыз. Ішін қасықпен қырып кеңейтіп алдық. Осы асқабақтың ішіне енді етімізді, көкөнісімізді салып, духовкаға салу үшін дайындап аламыз. Асқабағымызды дайындап алдық. Енді етімізді қызып тұрған табаға салып, екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Аударып қоямыз етімізді. Етімізді екі жағынан қуырып алдық. Енді басқа бір ыдысқа көкөністерімізді салып, тұзын, бұрышын салып араластырамыз. 3-4 түйір сарымсақ тура жібереміз үстіне. Енді етіміздің үстіне 1 шай қасық тұзымызды, қара бұрышымызды, дәмдеуішімізді, кептірілген сарымсағымызды қолымызбен жағып, асқабағымыздың ішіне салуға дайындап аламыз. Енді асқабағымыздың ішіне көкөністерімізді, етімізді араластырып салып, үстінен сармай салып, қақпағын жауып, фольгамен орап, 1,5 сағат фольгамен пісіріп аламыз, 1 сағат фольгасы пісіріп аламыз. Мінекей асқабақтың ішінде дайындалған тамағымыз дайын болды. 3 сағаттай уақыт кетті. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сау болыңыздар.